Бұдан бөлек қазір жұртқа ақыл айтып ақша табатын жалған психологтар мен коучтар көбейіп кетті. Оларға сеніп алданып қалғандар көп. Маған бұл туралы көптеген шағым түсіп жатыр. Жауапты органдар бұл мәселені де назарға алуға тиіс. Бурабайдағы ұлттық құрылтайда президент халық көкейіндегі өзекті мәселелерді көтерді. Соның бірі осы жалған психологтар мен коучтардың мәселесі. Расымен, соңғы тиынын беріп, сан соғып қалғандар аз емес. Желіде отырып, жұртты желпіндіретін де, ағын суды кері ағызбаса да, әп-сәтте өмірінді бал қыламын дейтіндерден көз сүрінеді. Бастысы, ақшам болса, қағанағын қарқ боладымыз. Қорқыныштысы сол, бұған халық иланады. Қыруар қаржы жұмсап, әлгі сиқырлы шам ертегісіндегідей тылсым күштің тілегін орындауын күтеді. Бірақ есек дәме екенін ес жиған соң барып, бірақ біледі. Өкінішті. Бір ақиқат, бүгінде біреудің ішкі трагедиясынан пайда табу қалыпты жағдайы. Ал нағыз трагедия адамзатты ізгілікке бастаған Абай Шәкәрімнің ар ұят туралы айтқаны санамызға сіңбей жатқаны.